Қайырлы күн достар. Бүгін назарларыңызға ақшаның келуіне кедергі келтіретін негативті установкаларды, яғни ақша туралы деструктивті шектеуші ойларды ұсынамын. Ең алдымен бұл ақша деген қауіп-қатер, ақша бұл жамандық деген ой. Ақша ол ауыр еңбек. Өз күшіңмен, адал еңбегіңмен аз ақша ғана табуға болады. Сүйікті және қызықты мамандығыңмен істейтін жұмысыңнан ақша көп төлемейді. Рухани адамдар ақша туралы ойламау керек. Кедейміз, бірақ кедей болсақ та намысымыз бар. Ақша адамның мінезін бұзады. Жақсылық жасасаң, ақша алма. Бұған дейін де бай болмадым, әрі қарай да бастап керегі жоқ. Бай болып көргенім жоқ, кедей болып өлгенім жоқ. Ақша деген қолдың кірі, қоқыс, ақша деген ол қағаз. Көп ақшаға тек жол болғыштар ғана жетеді. Ақша бақыт әкелмейді. Көп ақша жинау үшін өзіңді барлық жағынан шектеу керек. Ақша қарым-қатынас пен отбасын бұзады. Мен бай өмірге лайық емеспін. Жамандықтың бәрі ақшадан келеді. Менен жағдайы нашар адамдар да бар, олар да өмір сүріп жатыр. Ақшаға бақытты сатып ала алмайсың. Бақыт ақшада емес. Қымбат заттардың арзан заттан айырмашылығы жоқ. Ақшаны азырақ алсам, мені жоғарырақ бағалайды. Көп ақша, ол көбірек жауапкершілік. Оның маған керегі жоқ. Байларды Құдай ұрады. Қаншаға лайық болсаң, сонша табасың. Көп ақша табатын тек ақылы көп адамдар ғана. Ақша артық міндеттер шақырады. Көп ақша көбірек қауіп-қатер. Жақсы адамдар азды қанағат тұтады. Менің кедейлігім бұл менің маңдайыма жазылғаны. Менің қаржылық жағдайымды өзгертетін күшім жоқ. Мен көп ақша таба бастасам, бәрі мені түсінбей қалады. Мен ақша табуым мүмкін, бірақ жақындарымды жоғалтып алуым да мүмкін. Бай болып туылады, бай болып қалыптаспайды. Бай адам жұмаққа бармайды. Ақшасы көп жұмыстың ұнауы мүмкін емес. Ел қатарлы өмір сүріп жатырмын, одан артыққа тыраштанудың маңызы жоқ. Өмірде ақшадан да маңызды нәрселер бар. Менің таңдауым бай адам болу емес, жақсы адам болу. Ақша туралы көп ойлау ұят. Тегін ірімшік тек қақпанда ғана болады. Көп ақша табам десең, денсаулығыңды құрбан еткен. Ақша шығармашылықты шектейді. Көп ақша табуға тырысудың керегі жоқ. Бәрібір ылғи бәрі қымбаттап жатыр. Әйел адам бай адамға күйеуге шықса ғана бай бола алады. Ақша тәкаппарлық қалып келеді де адамды кешірілмес күнәға батырады. Міне достар, осы берілген установкалардың ішінен сізге қайсысы таныс? Соларды тізіп, жазып шығыңыз. Және бұл установкалардың қайдан, не себептен пайда болғанын анықтап алыңыз. Және оларды қабылдауыңыз керек. Әрі қарай олармен жұмыс жасаудың техникасымен келесі видеоларымда бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған пайдалы психология арнасы. Егерде біздің арнамызға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып және қоңыраушаны баса кетіңіздер. Көріскенше күн жақсы болсын.